Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге сүзбе қосылып жасалатын шоколадты пирогтың рецептімен бөлісемін. Бұл пирог 1 жасағаннан шығады. Барлық құрам видеоның астында. Ең алдымен 3 жұмыртқаның үстіне қантты қосып, миксердің көмегімен массамыз әппақ болып 2 есе ұлғайғанша жақсылап миксерлейтін боламыз. Оның үстіне сүт, сұйық май және шым-шым тұз қосып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Алдын ала дайындалып алған ұнның үстіне қамыр қопсытқышты, какаоны салып, араластырамыз. Оны массамызға ұнды аз-аздан салатын боламыз. Барлық ұнды бірден салып жібермеңіздер. Міне осылай венчиктің көмегімен араластырып, осындай масса болу қажет. Мендегі форманың диаметрі 25-28. Осындай үлкендеу формаға пісіргендеріңіз дұрыс. Форманың астына пергамент төсеп, барлық қамырды қиып шығамыз. Міне осылай лопатканың көмегімен қамырымызды форманың жан-жағына дейін жеткізіп, жақсылап жаятын боламыз. Енді творожный начинка дайындаймыз. Ірімшіктің үстіне қант, 1 жұмыртқа және кукурузды крахмалды қосып, осылай блендермен жақсылап езіп алдым. Біздің ірімшікті салмамыз дайын. Енді осыны кондитерлік мешокқа салатын боламыз. Міне осылай басын қайшымен кесіп, алдында дайындалған шоколадты қамырдың үстіне салмамызды әдемілеп салатын боламыз. Одан соң алдын ала қыздырылған 180 градустық пеште 30-35 минутта пісіретін боламыз. Әркімнің пеші әртүрлі, сондықтан да пісірулеріне мұқият қараңыздар. Міне біздің ірімшік пен шоколадты пирогымыз дайын. Дәмінен сөз жоқ, өте дәмді. 1 жасағаннан шығады. Барлықтарыңыз дайындап көріңіздер. Менімен бірге видео соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Арнама тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.